Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін араның ұясында көп кеселге дәру шипалы заттар бар екені жайлы айтқым келіп отыр. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, біз бірге бастаймыз. Қазір қыбырлаған жәндіктердің белсенділігі артып тұр. Біле білсек, олардың да денсаулыққа пайдалы тұстары өте көп. Мәселен, кәдімгі шаққан жерін удай ашытып, ойбайлата жөнелтілетін сары араның ұясы көптеген кеселге шипа екен. Қол-аяқ жансызданғанда сары ара ұясының үлкендеуінен бір данасы, оған қосымша кішілеуінен 3-4 данасын алып, жалқы өскен сарымсақпен қосып, ауырған жерге таңу керек. Араның ұясы тері қышымасында да пайдалы. Ол үшін ара ұясын өңделген спиртке 7 күн шылап, 8-ші күннен бастап қышымаға бірнеше рет жағасыз. Әйелдерде омырау безі ісінгенде ара ұясына отқа өртеп, сол күлдің 6 грамын суға бұқтырып, онымен ауызды шаяды. Спиртке бірнеше рет шылап алса, ара ұясы өңделген болып саналады. Егер тісіңіз ауырып жүрген болса, ыстық суықтан тіс қақсағанда соны суға бұқтырып, сол сумен ауызды шаюға болады. Қажетті мөлшерде алып, қақсаған тіске басады. Баланың кіндігі сыртқа шығып кеткенде, ара ұясын өртеп, күлін кіндікке жағады. Бұл рецепті 15 ғасырдағы ғалым, шипагер қазақ халық медицинасының негізін қалаған Өтебойдақ Тілеубайұлының жазбаларынан алынған. Ғалым оны араның ұясын күзде немесе қыста жинау керек деп айтқан. Сосын оны азырақ булағаннан кейін өлген араларды алып тастап, кептіріп қою керек. Құрамында бұлаусыз ағаш майы, тектес зат және ұшпа майы бар. Бұл ұяны құрғақ жерде сақтаса, қай кезде де қолдана беруге болады екен. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.